Аурухана төсегінде жата-жата еңсесі езіліп, мүгедектер арбасында отыра-отыра әбден зәрезап болған Маржан бүгін протез аяқ кимек. 4 мүшесі сау, 4 құбыласы тең адам бақыт дегеннің не нәрсе екенін түстеп танып жарытпасы анық. Жер басып жүру дегенің теңдессіз бақыт екен-ау, қалай білмегенмін. Сол бақыт құшқандармен иықтасалар күн туса ғой шіркін. Бір сәттік қуаныш демде күтік алмастырып, өз аяғымдай болу қайда. Бірақ жасандының аты жасанды емес пе деген сұрқайы ойлар қаумалап тұңғиығына тарта жөнеледі. Маман дәрігердің жылы лебізі үміт отын үрлегендей көзінен қуаныш ұшқындайды бірде. Шет елде әкеңнің тапсырысымен жасалған өз аяғыңнан кем болмайды. Сол жасанды аяқпен алғаш бойын тіктегенде аяғын апыл-тапыл басқан, сәбидей қалт-құлт етіп денесін әзер игергені рас. Бірақ бұл жай көпке созылмады. Әлсіздігін жеңуге тырысып бақты. Қайтсем де жүруім керек деген ішкі талпынысы жігерін қайрап тек алға жетеледі. Бұдан былай жүруге жаттығу күні бойы айналысатын тиісті жұмысына айналды. Бірде мөлдір үйінің іргесінен өтіп жатқан орталық көшеге түсіп, иін тірескен халық нөпіріне қосылды да алға қарай кете барды. Екі аяғымен тік тұрғызып, тағы бір мүмкіндік берген Аллаға тәубе. Айналасына самарқау көз тастап қояды. Қала көшелерінде сол баяғы көрініс. Ілгері кейін қайшыласа зымыраған сан түрлі автокөліктер. Ары-бері сабылған адамдар. Бірінің екіншісімен ісі жоқ. Өзін қызықтыратын ештеңе қалмағандай көңілі күңгірт тартты. Өмірдің тарам-тарам жолдарынан өз соқпағына түсіп, тіршіліктің керек-жарағын тірнектеуге тыраштанып, безектегендер басқаның қайғы-қасіретін қайтсын. Кенет жолдың арғы қапталында өзгелерден оқшауырақ, бағдаршамның жасыл түсін күтіп тұрған таныс жүзі жылы ұшырағандай анықтап көз салды. Күйеуі. Ол жалғыз емес еді. Қолтықтаған әлде келіншек, әлде бойжеткен. Әйтеуір біреуі бар. Қыз жүзін ары бұрып, күйеуіне бірдеңен айтып, наздана қарайтын сияқты. Жүрегі кеудесін бұзып, сыртқа шығып кетерде атқақтап соқты. Көз алды тұманданып, бұлыңғыр тартты. Басы айналғандай ма? Әлсіздікті сезінді. Енді жайлана бастаған көңілін мына көрініс ойран асыр етті. Көпшілік арасынан сытылып, былай таман жол шетіне қарай ойысып, сол арадағы жуан терекке арқасын сүйеп, терең тыныстады. Жанарынан ағыл-тегіл моншақтаған жас бетін жуып, омырауына құйылып жатты. Осы сәт өкпе тұсынан Маржан деген дауысқа жалт қараған ойлы қара көздері, кеңейе түскен аққұба әдемі келіншек тұрғасында. Жанары шарпысып қалды. Бетінде тарам-тарам боп жүлгеленген жасты құрғатуды қажет деп таппаған Маржан Есенкүл деп екі қанатын жая ұмтылды. Есенкүл де қарсы жүріп кеп құрбысын құшақтады. Маржан Есенкүлдің бауырына жылу іздегендей тығыла түсіп, іш құсасын білдіре ұзақ өксіді. Маржан, басыңнан өткен жағдайыңды естігенмін. Болған іске болаттай берік бол демей ме аналар? Менің де кеңесім сол. Қойдым. Маржан шағын сөмкесінен қол орамалын шығарып, көзін, бетін сүртті. Мені қайдан тауып келдің, деді Есенкүлге. Көлікпен өтіп бара жатып көріп қалдым. Сау адамның тұрыс емес-ау деген күдік қолдаяққа тұрғызбай осылай қарай жетеледі. Көлігімді сол тұсқа қалдырып кеттім. Алғысым шексіз өзіңе. Ебіл-себіл болуыңа себеп не? Осы әзірде ғана сатқын күйеуімді көріп қалдым. Сатқын сау кезімде алдымда құртша жорғалайтын. Күйеуім кеселге ұшырағаннан кейін менен сырт айналды. Сүйіктісін тауып та үлгергені жаныма шаншудай қадалуда. Демек үлкен есеппен үйленген, қызметке әкемнің арқасында жеткені есінде жоқ. 2 баланы да ойламағаны ғой. Есенкүл, тапталған намысым, ашу-ызамды келтіріп, аналардың 200-лігін әшкерелеуім керек. Санама себезілеткендей
Тәуекел дария кешіретіні рас екен. Дәл қазір ештеңеден тайынар емеспін. Не істемек ойың бар? Әлгілердің соңынан қуып барамын. Менің үйімде сайран салуға жол бермеймін. Көлігіңмен сонда алып баршы, өтінемін. Барайық. Бірақ ашуды ақылға жеңдіре білмесең, денсаулығыңа кері әсер етуі мүмкін екенін ескергейсің. Дұрыс айтасың. Екеуі көлікке қарай беттегенде, анадайдан Маржанның күйеуі Аслан төбе көрсетті. Олар осылай келе жатыр. Жолдың арғы жиегінде күтейік, мен көрінбейін деп, Маржан құрбысының тасасына бой жасырды. Есенкүл екеуін көзінен таса еткен жоқ. Міне олар жақындай түсті. Тығыршықтай денелі жігіттің екі езуі екі құлағында. Аяғын санап басулары еш алаңсыз, жайбарақат, орнықты жағдайды көрсеткендей. Маржан, қасындағысы бір кездегі жан досың Марал, деді Есенкүл. Енді ғана таныдым. Жай басып келіп, Маржан жолын бөгеді. Аслан, деді еркелеген нәзік үнмен. Жігіт селк етті. Қарсы алдында әппақ тісін көрсете, ақсия күліп тұрған Маржанды көргенде, сасқалақтағаны сонша ақ сары өңі бір қызарып, бір қуарды. Сүйіктісін қолтығынан қолын тартып ала қойды. Маржанға бастан аяқ көз жүгіртті. Даусы дірілдеп, Маржан, жаным қалайсың, деп келіншекті бетінен өпті. Көріп тұрғаныңда жақсымын. Осы сәт Марал досы ұйқыдан оянғандай, Маржан деп ұмтылып еді, оны көкірегінен итеріп жіберіп, іштен шыққан сұр жыландай, ирелеңдемей баршы деп сілтене. Ардан бір жола безген екен десем, ұяттың жұқанасы қалған сияқты бетіңде, деді күйеуіне. Балалар қайда? Атасы мен апасының қасында. Балаларды ауылға апарып тастап, менен іргеңді аулақ салып, ғашығыңмен еркін бой жазған сәтіңе куә боларымды ойламадың сірә. Қайдағы ғашық? Балапандарымды сағындым. Бүгіннен қалдырмай жеткізетін бол. Жеткіземін, уайымдама. Сонан соң коттедждің кілтін әкеліп бер. Егер маңдай теріңді тамшылата қиналып тұрғызған үйің болса, жын ойнақ жасайтындарға жалға беріп, табыс көзіне айдалдырмасең, оны қайдан шығардың? Тыңда, мен айтсам бірдеңені біліп айтамын. Тисе терекке, тимесе бұтаққа демеймін. Адам жіберіп, бірнәрсе мәрте тексерткенмін. Тексерушілер дұрыс ақпарат бермеген. Заң жүзінде ажырасып, алиментке беремін. Маржан, кешірші, ажырасқым келмейді. Менің үйімде, әкем орналастырылған қызметте, емін-еркін, көңіл-күй көтеру қолайлы. Ажыраспасаң, қасыңдағыға қалай үйленбексің? Оған неге үйленуім керек? Оның күйеуі бар. Өтірікті де адам иланатындай қисынымен айтсаңшы. Табансыздығың, тайғақтығың, екі жүзділігің жыныма тие бастады. Қолыңмен істегеніңді мойныңмен көтеріп, нағыз ер азамат сияқты ағыңнан жарылсаң, мүмкін ойланар едім. Маржан, балаларымнан айыра көрме. Кешіре алсаң кешір. Адам қиын қыстау кезеңде танылады. Бұрын танымай келіппін. Мына бейшаралығыңды көңіліме сіңіре алмай, сен үшін ұялып тұрмын. Маржан, қандай бейшаралығымды көріп тұрсың? Бұрынғы сол Асланмын. Сенімен сөз жарастыруға зауқым жоқ. Машинамды да әкеліп қоясың осында. Кілтін қолыма ұстатасың. Енді өзім жүргіземін дегенің болсын. Қызметіңде қалар қалмасыңда екі талай. Әкем опасыздығыңнан бейхабар. Енді шындықты жасырмаймын. Маржан, бәрі сен ойлағандай емес. Марал сөзге араласып еді. Маржан сөзін аяқтатпай тыйып тастады. Мен арқылы әкемнен көрген көмегіңді ұмыта қойғатын жөнің жоқ еді. Жақсылығымды жамандықпен қайтардың. Сен опасыз аяр мені туған күніңе шақырып, сусынға ұйықтататын дәрі қосып беріп, апатқа ұшырап өлгенімді тіледің. Маржан, не айтып кеттің? Ойыңнан шығара бермей өйтіп. Нағыз шындық. Тілге тиек етіп тұрғаным. Арамзалығың үшін сені сотқа беруім де мүмкін. Маржан айтарын айтып боп, Есенкүлді қолтықтап жөнеле берді. Бұлай шыға бере Есенкүл, Маржан, Маралдың сусыныңа ұйықтататын дәрі қосып бергені рас па, деді. Рас, қанның құрамын тексергенде анықталды. Айтарға сөзім жоқ.
Біздікіне барайық Есенкүл, апаммен таныстырып қояйын. Есенкүл кеткеннен кейін Маржан төсегіне жата кетіп ойға шомыды. Уақыт өткен сайын алыстай беретін қайталанбас жастық шағының есінде қалған үзік-үзік суреттері, көріністері көз алдынан өтіп жатты. Маржан ауқатты отбасында туып өсті. Ішкені алдында, ішпегені артында дегенде, байлықтың шалқарында балықтай жүзіп, бұлаңдап өсіп бой жетті. Бәріне тіпті қастерлі ұғым ретінде дәріптелетін құндылық атаулыға байлықты өлшем етті. Сөйтіп жүріп, мектеп бітірді. Жоғары оқудың да есігі Маржанға айқара ашылды. Есенкүлмен алғаш бір бөлмеде тоқайласты. Қызға бастан аяқ тыжырына көз жүгірткен Маржан жыланша жиырылды. Суқаны сүймегенін бет әлпетінен ақ байқатқан, бөлмелесіне ұнамағанын Есенкүл де сезді. Есенкүлдің бір аяғын сылтып басатын кемістігі бар еді. Кемтарлығымен қоса, кедей қызбен қатар жүріп тұруды бойына мін санаған сыңайлы, үлде мен бүлдеге оранып, өзінде бар мен өзге ұрған, сәнқой бойжеткен бақыт дегенді байлықтың баламасы деп ұқты. Және өзін бақыттылар сапына қоятын. Бірінші курста-ақ әкесі оған қымбат көлік сыйлағанды. Есенкүл көп сөйлемейтін, ықпалдылардың ырқына қоғадай үйілу әдетінде жоқ бір тоға есті қыз, сабаққа алғыр алдында құрақ ұшып, жарамсақтануды әбестік санайтын мінезі Маржанды шапқа түрткендей жындандыра түсті. Оны сырттай өз атымен емес, ақсақ қыз деп атайтынды шығарды. Маржанның қолтығына тығылушылар да Есенкүлді солай атай бастады. Бірде достарына, анау біздің бөлмедегі ақсақ қыздың суреті оқу озаттарының қатарында тақтаға ілініпті деп сампылдай сөйлегені сабақ беретін ұстазының құлағына шалынып, ескерту алғаны бар. Маржанмен жеке сөйлескен ғалым ұстаз байлық жуса кетіп қалатын қолдың кірі. Өмірде мәңгілік өзгермейтін ештеңе жоқ. Ертеңін бүгінімен өлшеу ағаттық, байдың кедейленіп, кедейдің бай боп кетуі әбден мүмкін. Сен ақсақ қыз атандырған, Есенкүл іштен солай тумаған, келеке мазағыңның нысанына айналған қыздың бұндай күйге қалай душар болғанын білсең жылар едің. Бетіне қатты айтқан сол ұстазын соңғы кездері жиі есіне алатын болып жүр. Бірде сабақтан енді ғана келіп бөлмеге енген Есенкүл мен әлденеге көңіл күйі болмай отырған Маржан байланыса түсті. Тарпылдатпай аяғыңды көтеріп бассаң нең кетеді? Тарпаң жүрісіңнен ақ жүйкені жұқартып біттің ғой, деді оған, ішіп жеп қоярдай түнере қарап. Көтеріп басуға аяғым жаралмайтынын біле тұра, неге өшің бардай шүйіле бересің, деді Есенкүл ашуға булығып. Сені мүгедек қылған мендей-ақ шаптығасың ғой, дауыс көтеретін кім едің? Мүгедек болмаймын деп Құдаймен келісімшартқа отырып бедің? Күлме досқа, келер басқа дегенді қаперіңе ұстағайсың. Сен тым асып барасың. Әр нәрсенің шегі бар. Айылыңды осы арадан жия қоймасаң, көп асқанға бір апат, кесерліге бір кірапат болары анық, деді де бұрылып жүре берді. Есенкүл сол күні-ақ бөлек бөлмеге ауысып, кесірлі бойжеткеннен іргесін аулақ салған. Жаңа қонысының байырғы тұрғындары соңғы курс студенттер екен. Олар диплом жазу үшін пәтерге шығып кеткендіктен Есенкүл бөлмеде өзі ғана. Әлгіндегі Маржанның өктемсуі, мүгедектігін бетіне басуы жанын күйзелтті. Көз жасына ерік берді. Жылап жатып, ұйықтап кетіпті. Есенкүл, орныңнан тұр, мойыма, бәрі жақсы болады деген анасының даусынан ұйқысы шайдай ашылды. Апасының алдында алып айналып үйіріліп, бетінен құшырлана сүйетіні есіне түсіп, жанарына мөлдір тамшы сорғалай жөнелді. Өгей шешесіне қасшадай қыздың жүріс-тұрысы да, өзі де, сөзі де жақпады. Әкесінің көзін ала беріп, қағып жіберіп, итеріп қалып, қақпалықтың тасындай қағыстыратын 5 жастағы кезі. Байқаусызда
бір шыныны сындырып қойғаны үшін шапалақпен жағынан салып жіберіп, шырылдап жылағанына да қарамастан, сыртқа қарай қолынан дедектетіп жетелей жөнелді. «Қораның төбесіне шық», деді, сатағашты көрсетіп. «Тырп етуші болма», деді зекіп. Қимылсыз ұзақ отырудан жалыққан бүлдіршін ұйықтап кетіп, төбеден құлап кетеді. «Аяғым-ай», деп жан даусы шыға безілдеп жылап жатқан үстіне бақытына қарай әкесі кеп қалғаны. Қызын жерден көтеріп алып, не болғанын сұрап біледі. Үйіне кірсе, әйелдің қағанағы қарқ, сағанағы сарқ, бейтаныс келіншекпен ішімдік ішіп, қызара бөртіп отыр екен. Адамға тән мейірімнен жұрдай қатыгез әйелмен бір шаңырақ астында мынадай жағдайдан кейін өмір сүру мүмкін емесін сезінген әке әйелімен бір жола қоштасады. Сол күннен бастап аудандық, облыстық білікті мамандарға қаратып ұзақ емдетеді. Өкінішке қарай, Есенкүл аяғын сылтып басатын болып қалды. Маржан оқуын бітірісімен табысы мол қызметке орналасады. Әке дәулетінің арқасында қол жеткізген коттеджі, өзін жақсы көретін күйеуі, қымбат көлігі, ұлы мен қызы бар. Сол күні жан досы Маралдың туған күнінен келе жатқан. Күйеуі іссапарда, қалада жоқ еді. Рөлге отырып ызғыта жөнелді. Кенет көзіне ұйқы тығылып, қалғып кетті. Көлігі жол жиегіне қарай кілт бұрылып, әлденеге қатты соғылды. Көзінің оты жарқ етіп, қап-қараңғы түнекке жұтылып кете барды. Қай уақытта екені белгісіз, көзін ашса, ақ халатты дәрігер басына төніп отыр екен. Тітіргендіргіш дәрі иіскеткен болуы керек. Қасында денесінен бөлек жатқан өз аяғын көріп, есінен танып қалды. Маржан ауруханада ұзақ жатты. Бәрі бітті. Болашағым бұлдыр, күңгірт. Бүйтіп қасірет шеккенше апат үстінде жан тәсілім еткенім дұрыс еді. Алла тағала көресіні көрсін деп тірі қалдырған ғой. Тағдыр тауқыметі жанын жегідей жеп, қайғының қара дауылы әбден сілкілеп еді. Дөңгелек жүзі суалып, екі жағы пышақ жонығандай сорайып, адам танығысыз өзгерді. Әншейінде өліп өшіп тұратын күйеуінің өзінен теріс бұрылуы Маржанға дүние төңкеріліп кеткендей әсер етті. Отбасы, жанашыры, отағасының мүтәйімдігі келіншектің адамдарға деген сенімін жоғалтуға жеткізді. Бас аман кезінде қасынан бір елі қалмайтын достары көп еді. Солардың көбі-ақ отбасының өзекті мәселелерін шешерде Маржанның көмегіне жүгінетін. «Маржан, бәлен жерде танысың бар ма? Күйеуімді жұмысқа орналастырайын деп едім». «Маржан, інім бір жерге іліндіріп берші» деп тыным бермейтін. Басына іс түсіп, екі дүние ортасында жатқанда солардың бірі де есігінен сығалаған жоқ. Сығалау бұлай тұрсын, телефон шалып, хал сұрауға жарамады. Соңғы кездері Маржанның есінен Есенкүл шықпайтын болды. Күлме досқа, келер басқа деп едім деп табалап тұрғандай көрінеді. Өзінде жоқ артықшылық. Есенкүлдің бойынан мен мұндалағанда ішінен қызғаныштың қызыл иті шабалана тұра ұмтылар еді. Есенкүлдің өмірі тереңірек түсінетіні, әр нәрсенің қисынынан алдағы бет алысы қалай өрбитінін, соңы немен тынарын болжай білетін ақыл зеректігі, ұшқыр ойлылығы таңдандыратын. Төсегінде мамандығына үш қайнаса сорпасы қосылмайтын, әр алуан ғылыми әдебиет оқып жатқанын көргенде, кітап не теңің екен деп тыжырынып теріс айналатын. Есенкүл университетті үздік бітірді. Кейінгі өмірінен хабарсыз. Бір кезде қатар жүруден намыстанып, Субханы сүймейтін сол Есенкүл бүгін ең жақын адамы секілді. Жан қалауында, ауырған жерінің емін де Есенкүл табатындай. Әйтеуір оған деген көңілі алабөтен. Адам осылай да өзгереді екен-ау. Есенкүлсіз таң атып күн шықпайтындай сезінген Маржан күйеуі Бақыт екеуін сенбі күні түскі асқа шақырды. Бөлмеге бас сұққаннан-ақ қабырғадағы кітап сөрелеріне
назар салған Бақыт: Маржан, бай кітапханаң бар екен, кітап пен араларыңнан қыл өтпестей тату екеніңді байқатқандай, деді жымиып. Өкінішке қарай, кітаппен кешірек басыма іс түскеннен кейін ғана достастым. Оқасы жоқ, ештен кеш жақсы. Кітапсыз адамның өмірі бос, депті бір ойшыл. Кітаппен дос бол, кітаптың жомарт беттері, көзіңді тосар адал дос, одан жоқ тегі, деп Расул Ғамзатов атамыз тегін айтпапты. Бақыт та кітап құмарлардың бірі, деп Есенкүл күйеуіне аялай қарады. Астан соң Бақыт рахмет айтып кетуге рұқсат сұрады. Сіздер асықпай әңгімелесе беріңіздер, мен балаларға барайын. Есенкүл: Қанша балаларың бар, деп сұрауды естен шығарыппын ғой. 2 ұлымыз бар. Кеше Бақыттың ата-анасының үйіне қалдырып кеткенбіз. Ол кісілер қала сыртындағы ауылда тұрады. Немерелерін көріп тұрмаса, көңілдері көншімейді. Есенкүл Маржан әңгіме ауанын басқа арнаға бұрды. Алдыңда кінәлімін. Саған жасаған қиянатым есіме түссе, кірерге тесік таппаймын. Назаңа ұшырадым. Жер басып жүргендердің бәрінен биікпін деп есептедім. Ақыры тым асқақтадым. Салдарынан мынадай күйге ұшырадым. Кешір мені. Есенкүлдің алдында басын иді. Жанарына мөлдір тамшы құйылып жатты. Есенкүл орнынан ұшып тұрып, Маржанды 2 иығынан құшақтады. Мұның не, Маржан? Ол жайды әлдеқашан ұмытып кеткенмін. Жүрекке түскен жара жуықта жазылмайды. Ұмытылуы да мүмкін емес. Жастық шақ қателікке ұрындыратын кезең ғой. Тәкаппар едің, бірақ қайырымды болатынсың. Басқаларға көмектесіп жүретінсің. Мені бұлай бағалайтыныңды білмеппін. Кезінде қатты ренжігенім рас, бірақ кек сақтап, жамандық тілегеннен аулақпын. Рахмет, Есенкүл. Сен болмасаң қайтер едім? Ішкі сырымды кім тыңдайды менің? Айтпақшы, күйеуің балаларды алып келді ме? Алып келді, бақшаға бергенбіз. Таңертең әкетіп, кешке қарай жұмысынан соң әкеліп жүр. Басқа тепсең кетпеймін. Маралмен ешқандай байланысым жоқ. Кездесіп қалып, өткен-кеткенді еске алып келе жатқанбыз. Оның саған қастандық жасағанынан хабарсызбын, дейді. Тіпті не істерімді білмей далмын. Тағы бір мүмкіндік бергенің жөн. Қабырғаммен ақылдасып көрейін. Балаларды туған әкесінен ажырату қиянат. Есенкүл: Алдыма үлкен мақсат қойып отырмын. Маржан жадырай сөйледі. Қандай? Есенкүл елең етіп құрбы жүзіне таңырқай қарады. Опасыз жігіттердің арбауына түсіп, алданып, құрсағында баладан құтылудың жолын іздейтін қыздар мен тастанды балалардың, панасыз аналардың мүддесін көздейтін бір іс ашсам деймін. Мынауың керемет қой, Маржан. Қаракөз бүлдіршіндердің шет елге сатылуын болдырмауға, санамыздың артуына теңізге тамған тамшыдай үлес қоссам, өзімді бақытты сезінер едім. Бұл арман ғана. Арман нақты іске айналу үшін әлі көп еңбектенуім, жүгіруім, миымды істетуім керек. Дұрыс айтасың. Бақыт заңгер ғой. Сұрағыңа жауап беруге әрқашан дайын. Рахмет. Сенің қолдайтыныңды ішім сезген. Мұндай ізгілік істі қалай қолдамасқа? Маржан мен Есенкүл тұңғыш рет сырақтарысып ұзақ отырды. Досының көңілін аулаған Есенкүл жұмысы бастан асып жатса да асығыстық танытпады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Арнаға тіркеліп қолдау білдіріп кетіңіздер.